Роза тәте, сіз Бахрам жолдасымен қай жылдан бері таныссыз, және ол кісі қандай басшы болды? Мен Бахрам жолдасым Жомарт өшерге дене шынықтыру пәнінің мұғалімі ретінде жұмысқа кірді. Содан бері бірге жүретінбіз. 1999 жылы жолдасына мені өшерге шаруа меңгеруші ретінде жұмысқа шақырды. Бірақ мен ол жұмысты кірем деген ойымда болған жоқ, шақырғаннан кейін өшерде жұмыс істедік. 1999 жылдан бірге істеп, қиыншылығымызды бірге бөліп, жақсылығымызды бірге бөлісіп жүрген, бірге қатысып жүргенбіз. Нақтырақ айтқанда ол кісі қандай басшы болды? Ол кісі қатал жерде қатал болды, жанашыр жерінде жанашыр болды. Бізді жеке өзімді отчетқа үйретті, және де компьютерға үйретті. Сол кісінің арқасында талай білімімізді жетілдіріп, білгенін бәрін көрсетіп беретін. Сол кісінің арқасында осы күнге шейін жақсы жұмыс атқарып жатырмыз. Бахрам жолдасымның бұл таза еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Енді осы жерде шынын айтыңызшы, жұмысқа бірінші кім келуші еді? Бахрам жолдасына ма, әлде сіз бе? Ой, жолдасымна сағат 7 болмай жетіп келетін, ертеңмен таңертең ол бізден бұрын келіп, бәрімізді қадағалайтын. Бірге келген кезде мектептің жан-жағын аралап, кір жерді кірін айтып, таза жерін тазасын айтып, бәрін гүлдерін қарап, мына ағаштың бәрін, сол Бахрам жолдасымның кезінде өсірілген ағаштарынан бәрі өзі кетсе де көзі тұр деп ойлаймын. Себебі ол кісінің еңбегі адал, шыншыл, еңбекқор, өте бір мейірімді адам болатығын. Бахрам жолдасынан бірге есте қалатын бір қызықты сәттер болды ма? Ондай сәттер бізде өте көп болды деп ойлаймын. Себебі ол кісі бір қызық сәтіміз өзіміздің техничкаларға әбден жаны ашып тұратын ол кісінің. Бір күні екеуміз маған информатика кабинетінен бірін алып шық деп жіберген. Үстіне шығып кеттім. Техничкам дәрігер. Үстіндегі этаждан, лестницадан тряпка тастап, Бахрам жолдасынан басына түсе жаздаған. Бір уақыттан кейін информатиканы только ашып едім. Роза! Деп айғайлады. Ойбай, не болды, басына жүгіріп шықсам, құртана техничкаңды деп ойбайды салған маған. Ондайды, бірақ сол жерде сондай болды. Келесі күні оны ұмытып кетті. Ол кісінің қайтымы өте тез болатын. Енді Роза тәте, жаңағы өзіңіз айтып отқан білімді әділ басшыңыз 1914 жылы Әлжан анаға директор болып ауысты. Сол сәттегі қимастық болды, е? Соны сіз сипаттап бере аласыз ба? Ой, ол кезде қимастық керемет болған. Толғанып, жылап, білмеймін басқасын, өз басым қатты жылағам. Оның техничкалары мен қызметкерлерінің бәрі жылаған. Қарлығаш тәтеге ұрысқанбыз, сен алдап алып кеттің біздің бастығымыз деп. Қимастық өте қиын болған, көпке шейін қиналып жүрдік, бірақ үйрендік.